кинематика және динамика бөлімінің бақылау жұмысының екінші нұсқасын шығарып бастадық. Алғашқы 3 есебін толық талдап шығардық. Енді соңғы 4-ші есебі. Есептің шарты мынадай. Массасы 50 грамм доп 1,25 метр биіктіктен еденге еркін түседі. Одан жоғары қарай 3 метр секунд жылдамдықпен ыршиды. Егер доптың еденге соғылуының орташа күші 20 ньютон болса, соғылу уақытын есепте дейді. Бұл есеп өте қызық есеп. Алдыңғы есепте айтылған дененің қозғалыс импульсінің өзгерісін табу керек болады. Импульстің өзгерісі күшпен байланысты, оны байлануымыз керек болады. Және еркін құлаған дененің жылдамдығын анықтау үшін еркін түсу кезіндегі дененің энергияларын еске түсіру керек болады. Көп мәселені қамтитын есеп. Бұл өте үйренуге жақсы есеп. Ал енді әрекет істейік. Есепті мына сызбадан түсініп алайық. Бірінші дене бірінші жағдайда міне жазып қойдым. H биіктіктен еркін құлайды. Еркін құлайтын болса, оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең екенін бір ескеріп өтуіміз керек. Еркін құлаған дененің бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болады. Ары қарай ол төмен қарай қозғалып құлай бастайды, жылдамдығы біртіндеп арта бастайды, өйткені G үдемінен құлайды, еркін түсу үдемінен құлайды. Жылдамдығы арта бастайды. Бұл еркін түсу қозғалысы немесе үдемелі қозғалыстың бір түрі. Екінші жағдай, міне жерге құлайын деп, жерге соғылайын деп тұрған нүктеде дененің жылдамдығы V1 болсын. Ол ең үлкен жылдамдығы болады әрине. Жылдамдығы үлкейіп келмеді ме? V1 ол ең соңғы нүктесіндегі жылдамдығы. Ал енді H биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясы болады. WP деген H биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясы. Ал жерге соғылардың алдындағы нүктеде сол потенциалдық энергия толығымен кинетикалық энергияға айналып кетті. Міне мынау WK ол еркін түсіп құлаған дененің жерге соғылар алдындағы максимал энергиясы, максимал кинетикалық энергиясы. Ал V1 оның сол кездегі максимал жылдамдығы. Сол V1 жылдамдықпенен ол белгілі бір импульспен жер бетіне соғылады қазір. Бұл қозғалыстың бірінші бөлігі. Ал енді доп жерге соғылған кезде ол ыршып қайтадан көтерілді дейді. Неге өйтті дегенде біз мынаны ескеруіміз керек. Доп жермен соқтығысады. Алдыңғы 3-ші есепте де бір айттық. Денелер соқтығысқан кезде өзара импульс алмасады дедік. Міне жердің бетімен доп екеуі соқтығысып, доп ыршып кетті ғой жоғары қарай. Онда алдыңғы есептегі тағы бір мәселені ескерейік. Соқтығыстан кейін соқтығысқан денелер екі бөлік кететін болса, ондай соқтығысты серпінді соқтығыс, абсолют серпінді соқтығыс деп атаймыз. Міне дәл осы жағдайда доп еденге соқтығысады да ыршып жоғары кетеді. Яғни еденнен бөлек кетеді. Олай болса, доп пен еденнің соқтығысы серпінді соқтығыс екен. Абсолют серпінді соқтығыс. Мұны бір ескеріп қояйық. Сол серпінді соқтығыстың әсерінен доп жоғары қарай қозғалады. Сол жоғары қарай қозғалған жылдамдығы V2 болсын. Ал доп еденге белгілі бір күшпен соғады ғой. Сол соқтығысу күшін F деп алайық. Оны орташа күш деп атайтын себебі ол күш біртіндеп көбейеді. Ал жоғары қарай ыршығанда біртіндеп азаяды. Соның орташа мәні қарастырылады. Яғни ол соқтығысудың орташа күші 20 ньютонға тең. Міне бағытын көрсетіп қойдық. Барлық шамалардың бағыттарын көрсетіп қойдық. Міне қызыл стрелкалар
жылдамдықтың бағытын білдіреді. Көк стрелкалар ол күштің бағытын білдіреді. Міне осы соқтығыс кезінде доп еденге соқтығысқан кезде аз ғана бір уақыт кетеді. Доп еденге серпінді соқтығысқан кезде доптың пішіні өзгереді, деформацияға ұшырайды, серпінділік күші пайда болады. Серпінділік күші артып барып, кейін кемейеді. Міне сол ортада еден допты жоғары қарай лақтырып жіберді деп айтсақ та болады. Яғни доптың еденмен соқтығысуына аз ғана бір уақыт кетеді. Міне сол уақытты табуымыз керек. Ал есепті орындауға кірісейік. Бірінші әрине өлшем бірліктерге қараймыз. Граммды килограммға айналдырамыз міндетті түрде. Міне басқа өлшем бірліктері си жүйесінде дайын. Неден бастаймыз дегенде, күш динамиканың негізгі заңымен анықталады. Міне мынау жазып отқан заңымыз, ол динамиканың негізгі теңдеуі деп аталады. Күшті анықтайтын негізгі теңдеу осы міне. Күш дене импульсінің уақыт бойынша өзгерісіне тең. Дельта П деген дененің қозғалыс импульсінің өзгерісі, дельта Т деген ол уақыттың өзгерісі. Міне осы динамиканың негізгі теңдеуінен біз күштің әсер ету уақытын таба саламыз. Ол дельта П-ны, яғни импульстың өзгерісін күшке бөлгенге тең. Олай болса, уақытты соқтығысқа кететін уақыт табу үшін бізге не керек екен? Дененің импульсінің өзгерісі керек біріншіден. Міне. Ал соқтығысу күші ол белгілі бізде. Ол белгілі. Яғни импульстың өзгерісін анықтасақ жеткілікті екен. Ол үшін бірінші дененің импульстарын жаза бастайық. Дене еденнің қасына келіп соқтығысардан алдын V1 жылдамдыққа едедік. Олай болса, сол нүктедегі дененің доптың импульсы P1, ол доптың массасын V1 жылдамдығына көбейткенге тең. Міне мынау P1 импульс доптың еденге соқтығысардан бұрынғы импульсы. Алғашқы еденге соқтығысардан бұрынғы импульсы. Ал P2 дегеніміз ол сол доптың еденмен соқтығысқаннан кейінгі импульсы. Доптың массасын соқтығыстан кейінгі V2 жылдамдыққа көбейтеміз. Доптың соқтығыстан кейінгі импульсы. Ал олай болса импульстың өзгерісі дельта П сол екі импульстың айырмасына тең. Соңғы импульстан бастапқы импульсты азайтамыз. Енді мәндерін орнына қояйық. P2 ол MV2-ге тең. V2-ге тең. Мен бір мәселені айтып өтем қазір. Бірінші жазып алайын. P2-нің орнына MV2-ні қойдық міне. Азайту. Ал P1-дің орнына оның мәнін теріс таңбамен алып келіп қойдым міне. Минус V1. Бұл таңба мәселесі бұл жерде өте маңызды. Алдыңғы есепте бір ескертіп өттім міне. Қазір соны қолданамыз қазір. Неге P1 импульстың алдына минус таңбасын қойдық? Ол үшін мына сызбаға қайтып келейік. Сызбада міне, сызбаның оң жағында мен жоғары қарай стрелканы бағыттап қойдым. Міне. Оң бағыт деп қойдым. Денелердің импульстары әртүрлі бағытталған болса, ондай жағдайда бір импульстың бағытын біз оң бағыт деп өзіміз таңдап алуымыз керек. Біз мысалы соңғы импульстың, яғни соқтығыстан кейінгі P2 импульстың бағытын оң бағыт деп алдық міне. Қарайықшы міне. V2 немесе P2-нің бағыты жоғары қарай, сол бағытты оң бағыт деп қарастырып алдық. Міне оң бағыт деп алдық, жоғары қарай бағытты. Олай болса, сол біздің таңдап алған оң бағытқа бағыттас импульстердің барлығын, жылдамдықтың барлығын
оң таңбамен аламыз. Ал біз таңдаған бағытқа кері бағытталған импульстарды, жылдамдықтардың бағытын минус таңбасымен аламыз. Міне осы өте маңызды бір сәт. Бір импульстың бағытын өзіміз арнайы оң бағыт деп таңдап аламыз. Сол бағытпен бағытталған импульстерді оң таңбамен алып жазамыз. Ол бағытқа кері бағыттағы импульстерді теріс таңбамен алуға тура келеді. Міне жаңа импульстердің айырмасын жазғанда, қарайықшы міне. P2-нің орнында MV2, ол оң бағытта болғандықтан оң таңбамен алдық. Ал P1-дің орнында MV1, ал MV1 ол біз таңдаған бағытқа кері бағытта, төмен қарай бағытталған. Сондықтан бұл импульсті минус таңбамен алуға тиіспіз. Міне минус таңбасы импульстің бағытына сай алынды. Сонымен жақшаны ашып жіберсек, және массаны жақшаның сыртына шығарсақ, міне импульстің өзгерісі мына түрде жазылады. Тағы бір айтып өтетін мәселе, жаңағы бағыттарды ескеру арқылы кері бағытталған импульстерді теріс таңбамен алу үшін енді шамалардың барлығы вектор белгісінсіз жазылу керек. Вектор белгісі бұл жағдайда минус таңбасы ескерілген кезде минус таңбасы вектор таңбасы, вектор таңбалары енді жазылмайды. Векторлардың тек модульдері ғана қарастырылады. Ал векторлардың бағытын біз минус плюс таңбасымен ескердік. Вектор таңбасы қойылмайды. Осы бір нәзік мәселелерді жақсылап қайта-қайта тыңдап, қайталап отырып, бекітіп алу керек. Сонда ғана басқа есептерде дұрыс пайдалана аламыз. Енді импульстің өзгерісінің формуласына қарайық. Мені сыздым. Масса, доптың массасы белгілі. V2 доптың соқтығыстан кейінгі жылдамдығы 3 метр секундқа тең белгілі V2. Ал V1 белгісіз екен мені. Олай болса, доптың соқтығысқа дейінгі V1 жылдамдығын табуымыз керек. Мені оны көрсетіп қойғанбыз мені. Доптың еденге соқтығысқа дейінгі жылдамдығы V1-ді табуымыз керек. Ол үшін біз енді энергияларға өтеміз. Міне көрсетіп қойдым міне. V1 жылдамдықты доптың энергиялары арқылы табамыз. H биіктікте доптың потенциалдық энергиясы mgh болады. Бұл қарапайым формуланы оқушылар біледі деп ойлаймын. H биіктіктегі кез келген дененің потенциалдық энергиясы болады, ол mgh формуласымен анықталады. Ал енді еденніңге соқтығысардың алдында сол энергияның барлығы кинетикалық энергияға өтіп кетеді деп бағана айттым. Ол кинетикалық энергия тағы да қарапайым белгілі формула. mv1 квадрат бөлінген 2-ге тең. Әрине потенциалдық энергия толығымен кинетикалық энергияға өткендіктен бұл екі энергия өзара тең. Олай болса теңестіреміз. Міне, теңестірдік. Массалар қысқарып кетеді. Ол жерден V1 жылдамдықты табатын болса, ол түбір астында 2gh-ға тең болады. Бірден мәндерін қойып есептей салайық. Сонда доптың соқтығысқа дейінгі жылдамдығы еденге түсердің алдындағы, еденге соқтығысардың алдындағы жылдамдығы доптың 5 метр секунд екен. Болды, енді V1 жылдамдықтың мәнін импульстың дельтапының формуласына қоямыз, масса V2-нің де мәндерін қоямыз. Сонымен соқтығысуға кететін уақыт дельтатыны есептей саламыз. Бұл қарапайым есептеу, нәтижесінде доптың еденге соқтығысу уақыты 0,2 секунд екені шығады.